ойлаймын. Біріншіден тіл табысып, әңгімелері жарасып кетсе, қалғанының барлығы шешіле жатар деген ойдамыз. Енді Нұржан үшін қуанған да жандарды көрдім, бәлкім қызғанышпен қараған жігіт қыздарды байқап қалған кезім болды. Бірақ дәл осындай бақыт тағы бір жанға бұйырайын деп тұр, және де біз шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы Шолпан, Ғалымжан, Айжан деп жатыр, Перизат дейді, Бекзат, Лаура. Жаңа үміткердің таңдауы Нұрдәулет. Нұрдәулет, бұл не болды? Қайырлы күн. Бұл не реакция болды мына жерде отырып? Қандай? Неге Жанеркеге қарап осылай ойланып тұрып қалдыңыз? Мен айттым да, маған келді қойдым дедім да. Соны мен айтқаным шығып қалды. Жанерке де аң-таң сізге қарап отыр. Жоқ, мен айттым да. Мен өзім сезіп тұрдым маған келгенше. Маған келді ау деп ойланып тұрдым. Соны айтқаным шығып қалды да, соны Жанерке қарап, "Е-ой, тура айтыппын ғой" деген сияқты болды. Сосын Жанерке таңғалғаны, "Молодец" деді. Келесі жолы. Сіз түсінбеген сияқтысыз. Келесі жолы маған келді деп айтшы, сол кезде келетін шығар, сенің аузың дуал екен деп айтты. Нұрдәулет. Жоқ, 1-2 секунд өтті. Қашан сөйлесіп үлгердіңіздер? Не деп жатсыздар, Нар? Сол сіз айтып қойдыңыз, айтып отырмын да, ол миллисекунд болды ғой, ол сөйлей әңгіме қыз жіберді ғой, бір 5 минуттың әңгімесін айтып жібердің ғой, Нұрдәулет сен. Түк, соны айтып, әлде көзбен ұғысатын болғансыздар. Соны айтайын тұрдым. Жігіттер, мен сіздердің сөздеріңізді айтып қоя беретін болдым. Айтып қойып жатсыз ғой? Ешкімге пікір қалмай қалды. Солай сияқты. Бәрі ренжіп қайтады қазір. Енді Нұрдәулет, дайынсыз ба? Дайынмын, баласы ханым. Жанерке ренжімейтін болса, Жоқ, шақырамыз ба үміткерді? Шақырайық. Жақсы. Ендеше Нұрдәулеттің жаңа үміткері, келіңіз. Бүгін енді сұлу қыздар жауған күн болып жатыр. Танысайық өзіңізбен, есіміңіз? Сәлеметсіз бе? Менің атым Жұлдыз, 25 жастамын. Жұлдыз. Қай жақтан келдіңіз? Қырғызстаннан болам. Бішкек қаласынан келдім. Қай қаладан? Бішкек қаласынан. Бішкектен келдіңіз. Ал жасыңыз нешеде? Жашым 25-те. 25-те. Яғни сұрадым сізден. Неге Нұрдәулет? Маға қобалжымаңыз. Барлығымыз дәл сіз сияқты жан, сондықтан. Иә. Сөйлеген сөздері, жашоға болған мақсаттары маға топ келді да. Уайымдамаңыз, Перизат бар бізде. Көмектеседі қазір сізге. Ол кісі жақсы сөйлейді қазір қазақша. Нұрдәулеттің өзі үйретеді. Бұйыртса шымылдық ашылғаннан кейін. Иә, сондықтан барынша барыңызды салып сөйлей беріңіз, қысылмаңыз. Маға ұнады. Келбеті, жүрген тұрғаны, сөйлеген сөздері. Жақсы. Нұрдәулет, сұрақтарыңыз. Не күлесіз? Қойсаңыз сұрақтарыңыз. Қош келдіңіз, Жұлдыз, Е, Жұлдыз, қош келдік. Қош келдіңіз, мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет. Бішкекте көп болғам. Бішкек өте әдемі шар. Маған қатты ұнайды. Алматыдан кейінгі екінші махаббатым деп айтсам болады, Бішкектің негізі. Өте күшті. Мына әуен маған қаттандай не беріп жатыр, шабыт беріп жатыр да, сол үшін Бішкекті қайта мақтай бергім келіп тұр. Сіздің ата-анаңыз біледі ма маған келгеніңізді? Біледі. Ешқайсы жобаға, маған ешқандай қарсылықтар болған жоқ па? Жоқ, болған жоқ. Бұрынғы ара қатынасыңыз туралы айта кетсеңіз. 2 жыл бұрын тұрмышқа шыққам.
жашоо турмуштун кичкене уягып турмун. Ұялмаңыз, иә. Тұрмыста болдыңыз. Қашан ажырасып кеттіңіз? 2 жыл мурун ажырашып кеттим. 2 жыл бұрын ажырасып кеттіңіз. Ал кішкентайыңыз бар ма? 3 жашта балам бар. 3 жастағы Иә. ұл балаңыз бар, иә? Қазір ұл балаңыз өзіңіздің қолыңызда ма? Иә. Мен менен жашат. Жалпы кейін барлығы жақсы болып жатса, үйленіп жатсақ, балаңыз кіммен? Өзіңізбен или ата-анаңызда қалады? Мен менен албетте. Өзіңізбен? Бірге. Саламатсызбы, Жылдыз. Қош келдіңіз. Өте сұлу қыз екенсіз. Қажат болбоңуз. Бұл жақта Нұрдәулет бар, біз бар, жардам беребиз. Я қасында болуңуз. Жақсы баланы таңдап келіп жатырсың. Тек қана бақыт қалаймыз сіздерге. Чоң рахмат. Я Жұлдыз, Аделя. қош келдіңіз. Қобалжымаңыз деп айтқым келіп отыр. Өте әдемі сұлу қыздардың бірі екенсіз. Енді алыстан жол тартып келіп отырсыз. Бірақ енді мына жерде Нұрдәулет түсінбей отырмыз да. Бір аң-таң болып, бұрыннан енді отырған жер білет. Бірақтан бір ұйықтап отқан сияқты да. Нұрдәулет, не болды саған? Әлде қасыңдағы бір жандар әсер етіп кетті ма? Қасымда Жұлдыз әсер етіп жатыр, сол үшін сәл Енді саған қырғыздың қыздары бірінші рет келіп отқан жоқ қой, өзіңді қалай ұстау керектігін білесің, қасында қалай сөйлесу керектігін білесің, кішкене ашылып оянып отырса. Енді біз мына поддержка беріп отырық та. Жоқ, Балауса Күлкі ханым, бар әйтеуір. біз мына жерде поддержка беріп отырық та. Нұрдәулеттен ондай бір поддержка келгелі бері қазір отыр ғой енді. Қобалжымаңыз, уайымдамаңыз деп. Я Бишкек жақсы көрем, Бишкек керемет. Осы өлеңнен кішкене әсерлеп отырмын деп. Не ол? Жоқ, енді өзінің келген жерін мақтап жатырмын ғой. Келген жерін мақтасам, значит, Я енді қыздың өзі қыздарды да мақтап қойсаң. енді шымылдық ашылсын, танысайық, сосын мақтаймыз ғой. Мақтамен бауыздаймыз ғой үшін. Болды, онда көреміз өнеріңізді. Басқа, Шолпан. Жұлдыз ханым, саламатсыз ба? Өте әдемі екенсіз, естественно әдемі екенсіз. Жаңа ана жерде айтып жатыр ғой, мына жақта Нұрдәулет арамызда отырған бір қызды ұнатады деген сияқты ше. Егер ұнататын болса, шынымен де көңілінен шығып жатқан болса, осы сіз келгенге дейін осы жерде сөз салып, таныстықты бастайтын еді. Сондықтан да өзіңізге сенімді отыра беріңіз, сіз де өте әдемі қызсыз, сізге соперница деп ойламаймын. Сондықтан да қобалжымаңыз, сәттілік. Рахмат. Спасибо. Тимур. Саламатсыз, қош келдіңіз. Сіз осы Алматыда тұрасыз ба, әлде уақытша келдіңіз ба? Соны білейін дегем. Одан кейін жаңа Нұрдәулеткені бәрі қосып жатыр ғой. Нұрдәулетке керісінше Жанеркені қосқан сайын Нұрдәулет күліп мәз болып жатыр да. Сосын сыртта да байқаймыз ғой, енді бірге жүргенін, бірге қайтатынын, бірге келетінін деген сияқты. Осы қызға айтқым келіп отыр, келгеннен кейін бұлар үміткер болып келгеннен кейін үмітін арқалап келеді ғой. Үміті ақталмай қала ма деген менде қорқыныш Тимур, бар. бірге қайтады деген ол өткен жолы бір-ақ рет болған емес пе? Одан кейін солай әлде қайтып жүр ма? Солай ма еді? Жоқ, болсаған біз енді байқаймыз ғой,